өткіздім. Ол кезде балалар бізде 8 деген санға дейін өтіп жатырдық. Ал балалар, бүгін қош келдіңіздер сабағыма. Бүгін біздер қарапайым математикамен және пішіндермен қайталап өтеміз және санмен 8 деген санмен танысамыз. Балалар 1-ден 8-ге дейін санап өтейік. Балалар жақсы қатысады, сағатта 1-ден 8-ге дейін санап береді. Ең алдымен шарттық шеңбермен жасаламыз балаларды. 2 топқа бөліп отырғызып тапсырмалар. Мен бауырсақ ертегісін алдым, бірақ басқаша рөлде ойнап шығатын болдым. Кейіпкер біздерде бауырсақ түреді, қоянның қасқырдың тапсырмаларын береді. Сол тапсырмаларды балалар ертегі желісін өзгеше қылып математикалық есептермен алып шығу керек болды. Балаларға 2 топқа бөлінген балаларға бірінші қоянның тапсырмасы шеңберді сәйкестендіріп орындады. Балалар өте жақсы орындап шықты. Екінші түлкінің тапсырмасы болды, ол санап үйренейік. Мына суреттер санап, ішінде нешеге дейін, неше домбыра, неше киіз үй, бесік, бәрін тауып жазу керек. Өшірілетін фломастермен мына жерлерге жазып берілді. Және де оюларды да санап санын жазды. Арасында сервис сәтіміз болды. Ол кезде ойын ойнатылды. Пішінмен 2 пішінді қойып, ортасына асық қойып, әртүрлі пішіндерді атаймыз. Сол кезде бала қолын басу керек пішінге. Егер де асық дегенде асықты алу керек, пішін дегенде пішінді басу керек. Былай мысалға, дөңгелек дегенде дөңгелекті бұл бірде басу керек. 4 бұрыш дегенде 4 бұрыш, асық деп айтып қалған бағып тұрып, асықты алып үлгеру керек бала. Сөйтіп жеңімпаз атанды. Одан кейін балаларға 3-ші тапсырма берілді. Жоғалған сандарды тап деп. Осы жерге балалар өшірілетін фломастермен сандарды жазды. Қай сан жоқ, мына жерде өздері қарап жауап берді. Бұл әртүрлі тапсырма берілді, әртүрлі. Осыған да жазып, әртүрлі тәсілдермен орындады. Арасында сервис сәтіміз болды. Ертегі кейіпкерлері келіп, барлығын таныстырды. Видеоролигім бар, қарап шықсаңыздар болады. Төрт топқа бөліп отырғызды ол кезде. Әртүрлі ойындар ойнатылды. Мен бұл жерге кейбір материалдарын әкелген жоқпын. Енді оны ойнатылды осы ойындардың барлығы. Есеп шығаруда бәрін байқап көрдік. Сервис сәтіміз бауырсақ ертегі кейіпкерімен. Ойынымыз сандарды тез-тез атқаруымыз. Жұмбақтар қойылды, түрлі ауызша есептер қойылды. Балалар белсене қатысты өте жақсы. Бауырсақ ертегісіне жеткізген, соңында бауырсақ түлкі жеп қояды. Біздерде бұда бауырсақты түлкі жеген жоқ, сол ертегіні бауырсаққа көмектестік, есептер шешуге да дос боламыз деп жіберген. Дос бол. Аңдардың тапсырмасын жеке-жеке орындап тақтаға суреттер енді әпке форматында сол тапсырмаларын алып орындады.